Адам баласы қалай жаратылған? Бүгін біз адамның жаратылысы туралы керемет тақырыпты қозғаймыз. Әрбір адам бұл дүниеге қайдан және қалай келгенін, бізді кім және не үшін жаратқанын ойлайды деп ойлаймыз. Бұл сұраққа ғылым әртүрлі жауап береді, бірақ біз бұл туралы Құраннан, яғни Алланың сөзімен жауап іздейміз. Құран бізге адамның жаратылысын қалай түсіндіреді? Алла тағала бізді неден және қандай кезеңдерден өткізіп жаратқан? Адам жаратылысының мәні неде? Осы сұрақтарға Құран аяттары мен хадистерге сүйене отырып жауап береміз. Бейнемізді соңына дейін көріңіз, себебі бұл тақырып сіздің өмірге деген көзқарасыңызды өзгертуі мүмкін. Ендеше бастайық. Бірінші, адамның жаратылуы туралы Құран не дейді? Алла адамды неден жаратты? Құранда Алла тағала адамның жаратылысын бірнеше жерде сипаттайды. Алғашқы жаратылыс топырақтан. Шүбәсіз, біз адам баласын балшықтың сығындысынан, маңызынан, яғни әр алуан минералдарға, түрлі органикалық заттарға бай балшықтан жараттық. Муминун сүресі 12-ші аят. Бұл аятта адамның түпкі тегі жерден алынғанын көреміз. Алла бізді топырақтан, балшықтан жаратты. Мұны ғылым да растайды. Адам ағзасы жердегі минералдардан тұрады. Темір, кальций, магний, су және басқа да элементтер. Шахуат тамшысы, ұрық кезеңі. Содан кейін оны ер мен әйелден бөлінетін шахуат тамшысы, яғни ұрық күйінде берік орынға, ана жатырына орналастырдық. Муминун сүресі 13-ші аят. Ғылым дәлелдегендей, адам сперматозоидпен аналық клетканың қосылуынан басталады. Құран бұл процесті 1400 жыл бұрын айтып кеткен. Ұйыған қан, алақа кезеңі. Содан соң шахуат тамшысын ұрықты жатырға, сүліктей жабысқан, ұйыған қанға айналдырдық. Муминун сүресі 14-ші аят. Ғылыми дәлел, эмбрион жатыр қабырғасына жабысып, қан арқылы қоректенеді. Бұл кезеңде ол алақа, яғни жабысып тұрған сүліктей қан үйіндісіне ұқсайды. Ет кесегі, мудға кезеңі. Кейін әлгі жабысқақ нәрсені, ұйыған қанды, бір тістем етке ұқсаған шақалаққа, эмбрионға айналдырдық. Муминун сүресі 14-ші аят. Бұл эмбрионның бастапқы сүйектену кезеңін сипаттайды. Ғалымдар эмбрионды зерттегенде, оның бұл кезде тістермен шайналған етке ұқсайтынын анықтаған. Сүйектердің қалыптасуы. Содан кейін әлгі бір шайнам етке ұқсаған денені сүйекке айналдырдық. Сөйтіп ол сүйектерге ет қаптадық. Ғылым бойынша алдымен сүйек жүйесі дамиды. Содан кейін бұлшық еттер оны қаптайды. Бұл тағы да Құран мен ғылымның үйлесімі. Толық адам болып жаралуы нәтижеде оған 12 мүше, ерекше кескін келбет беріп, рух өрлеп, бойына жан әрі күш қуат бітіру арқылы оны мүлдем басқа ерекше жаратылыс етіп шығардық. Ендеше теңдесі жоқ, ең керемет жаратушы, һәм шексіз нығмет пен құт-берекенің жалғыз иесі болған Алла қандай ұлы десеңші. Муминун сүресі 14-ші аят. Адам баласы топырақтан жаратылған. Ұрық ретінде жатырда дамиды. Ол қан үйіндісіне алақа айналады. Ет кесегіне мудға айналады. Сүйектер түзіліп, ет қаптайды. Толық адам пайда болады. Бұл процестер ғылыми тұрғыдан дәлелденген, бірақ Құран оны 1400 жыл бұрын айтып кеткен. Екінші, адамның жаратылысының мәні неде? Адам тек бұл дүниеге тамақ ішіп, ұйықтау үшін келген жоқ. Алла тағала бізді белгілі бір мақсат үшін жаратты. Мен жындар мен адамдарды тек қана мені танысын, һәм маған құлшылық етсін деп жараттым. Зәрият сүресі 56-шы аят. Адам жер бетіндегі халифа. Сол уақытта Раббың періштелерге, мен жер бетінде үкім жүргізетін халифа орынбасар жаратамын деді. Бақара сүресі 30-шы аят. Біз тек күн көрісі үшін өмір сүрмейміз. Біздің міндетіміз Алланың бұйрықтарын орындау, ізгі істер жасау, әділ болу. Абай Құнанбайұлы айтқандай, адамның бір қызығы, бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Бұл өмір сынақ. Біз сендерді бұл дүниеде жамандықпен де, жақсылықпен де сынаймыз. Әнбия сүресі 35-ші аят. Өмірдегі қиындықтар біздің сынағымыз. Егер Алланың жолында өмір сүрсек, бұл сынақтар біз үшін жеңіл болады. Үшінші, адам баласының артықшылығы. Алла адамды ерекше етіп жаратты. Біз расында да адам баласын ардақты қылып, көптеген нығметке бөледік. Оларға құрлықта да, теңізде де мініс көліктер нәсіп еттік. Таза әрі жағымды азықтарды ризық етіп бердік. Сондай-ақ оларды жаратқандарымыздың көбінен әлдеқайда үстем қылдық. Исра сүресі 70-ші аят. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Адамның абзалдығы ақылында, ақылсыздың бәрі бос ақырыда. Адамға ақыл мен ерік жігер берілді. Жануарлар инстинкт бойынша өмір сүреді. Адам өз тағдырын өзі жасайды. Қай жолды таңдайтынын өзі шешеді. Жақсы жолды таңдаған адам Алланың сүйікті құлы. Расында Алла әділдікті, Алланы көріп тұрғандай, ең болмаса Алланың өздерін үнемі көріп, бақылап тұратынын жадында ұстап игі істер істеуді бұйырады. Нахл сүресі 90-шы аят. Қорытынды келтірсек, адам баласы керемет түрде жаратылған.
Құран біздің эмбриологиялық дамуымызды дәл сипаттайды. Алла бізді құлшылық және әділ өмір сүру үшін жаратты. Адам ақылды, саналы және ерекше жаратылыс. Егер бұл видео сіз үшін пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сізді қай аят таңғалдырды? Төменге жазыңыз.